той деген не ол? Той деген Аллаға шүкірлік дастархан ғой. Мысалы, той не үшін істеп жатсың сен? Біреу баласын үйлендіріп жатыр, біреу сүннет тойы деп жатыр, біреу жаңағыдай бір үй алды, жақсы бір көлік алды, соған той беріп жатыр. Той деген сөз Аллаға не ол? Аллаға шүкірлік дастарханы ол деп біліңіздер. Оны ихсан дастархан деп айтылады. Яғни халықты жинап алып, ас бересің сен. Енді сен Аллаға шүкірлік айтамын деп Алланың үстінен күлме да ол айнан. Алла өзі арам деп тұрған нәрсемен Алланың үстінен күлме. Ондай той істеуге болмайды. Жарайды, біреу оны біліп жатыр, мүмкін білмей жатыр, құдасынан ұялып жатыр басқа. Сіздерге келетін болса, біздерге келетін болса, онда тойға баруға болмайды. Бармаңыздар ондай жерге. Бірақ барма деген сөз, ана құйрықты шорт кесіп, бұл кетіп қалды деген сөз емес. Айтқан нүктеде қалып кетіп жатыр адамдардың ойлары. Ана қыз сөйтіп айтты, бол, сонымен қалды. Қой, ондай емес. Оны кішкене кең ойлап үйреніңіздер, бауырлар. Және айтам, сол ағайын туыспен араласу ол міндетіміз. Кім ағайын туыспен араласпай қоятын болса, Расулullah айтады, оған жәннаттың иісі арам болады деген. 50 жыл масафадан келіп тұрады деген да, оған жәннаттың иісі. Жәннатқа кіру қиын адамның. Ағайын туыспен араласу ол міндет әрқайсымызға. Бірақ соған қарамай жаңағыдай қуанышын арақпен өткізіп жатқан болса, дәл сол той басталғанға дейін қызметте жүру керек, барып қызметінде бол, отын шауып бер, суын тасып бер, жасап бер бәрін. Деп той бастаған кезде кетіп қалды. Үлкен қоян сүретін салып кетті. Сөйтіп той бітеді ғой. Той біткен соң келесі күн қайттан кел, ерте кел бірақ. Таң намаздан кейін ерте барып ал үйіне. Бағалан бутылкаларын жина, мусорға лақтыр бәрін тазала, ретте. Сен өзіңнің туу жанашырлығыңды көрсет ана кісіге. Бірақ дәл сол тойдың ішінде сіздер айтқандай арақ тұрса, онда тойға кіруге болмайды. Отыруға болмайды ол жерде. Мен жаңа айтып отырмын, мен отырған дастарханы алып тастайды да мына жерден. Ана да бірақ алып қойып жатыр да. Айтады, главное, менің дастарханымда жоқ қой дейді. Бірақ шатырдың астында отырмыз ғой бәріміз. Дастарханның хозяйны біреу ғой. Иесі бір. Болмайды. Вообще болмайды. Вообще деген ғой. Вообще болмайды. Қазақша мүлдем болмайды. Вообще. Неге? Өйткені шариғатымыз айтады, ондай арам болып тұрған жерге Алланың лағнетін айтатын періштелер келеді дейді ол жерге. Сөйтіп тойдың шырқын бұзып олар сол жерде айтады екен, Құдайдан қорықпайсыңдар ма? Құранда ашық айтылған арам деп қойған арақты орталарына қойып қойып, Алланың лағнеті болсын сендерге деп тараңдар деп періштелер тұрады екен ана жерге. Құдай сақтасын, олардың дұғасына ұшырап кетуге сізде ондай көңіл болмасын. Жолама ондай жерге. Яғни біреудің істеп жатқан күнәсіне серттеспеңіз.